Дана шаруа қожалығының директоры Разылов Серік Сәбетханұлы ағамыз қонақта. Аға, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Иә, бүгін біздің киелі шаңырағымызға келген қадамымызға нұр бітсін дейміз. Бүгінгі сұхбатымызға келісім бергеніңіз үшін тағы да алғысымызды білдіреміз. Жалпы аға, енді сөздің басын мен өзіміздің балалық шағыңыздан бастағым келіп тұр. Жалпы ағылшындық жазушы Агата Кристидің бір сөзі бар. Сіздің өміріңіздегі ең бақытты сәтіңіз бұл балалық шағыңыз дейді. Жалпы өзіңіздің балалық шағыңыз қалай өтті, туған ортаңыз, өскен ортаңыз қалай болды, балалық шағыңызда нені армандадыңыз, сол туралы кеңірек айтып берсеңіз. Иә, өздеріңізге де осында шақырып, ескеріп жатқандарыңызға ең бірінші алымға рахметімді айтып тастаймын. Енді балалық шаққа саяхат деген енді оны айтып, Дана екеуміз бір сағат емес бір күнде де бітпейтін нәрселер бар. Енді сонда да әрине ойда қалған, есте қалған нәрселерді айтайын. Енді балалық кез ең тәтті кездер бар балалардың. Балалық шақ дегеннен алаңдамайтын, әкенің, шешенің бауырында жүріп нететін шақтардың бірі. Енді бала серік қандай болды деп жатсыз. Кішкене енді бұзықтау болдым бала кезімде. Енді ол қазіргі кезде өзім ойлаймын, енді ол бұзық болғанда әке шешеме бірінші еркелігім шығар деп ойлаймын енді. Екіншіден кішкентай ойымда енді өнерге деген, спортқа деген кішкене жақын соған араласқан немелер болды. Әлде соны кішкене өзімше жоғарырақ қойып баяғы еркелік болды ма, мұғалімдар да енді ән айтасың ба, спортқа барасың ба деп енді жиі көзге түсіп көптеген жерде жүргеннен кейін соларға да кішкене сол еркелікпен кішкене сол бұзақылық деп отырғаным жоқ енді кішкене. Енді бір жағы енді айтады ғой, бойда мүмкін сол қасиеттердің барлығы болғаны, адамның мүмкін энергияның да кішкене жоғарылау болғаны шығар деп өзім ойлаймын. Сол себептен енді балалық кезде 6 жасымнан домбыра ойнадым. Сол мектептен бастап 7-ші класста мектепке барғаннан бастап сол мектептің әніне, күйіне, бәріне қатысып отырдым. Одан енді спортпен көп айланыстым. Институт кездерінде Жамбылда оқып жүрген кезде Жамбылдың школасы деген жалғыз заслуженный тренер сіздер бұрынғы одақтағы енді Жахитов Марат деген тренеріміз болған. Осы Қазақстан бойынша жалғыз сол сіздердің орта кездегі одақтың бас тренері болған үлкен адам болған. Сонда айланыстым самбо күресінен. Енді балалық шағым қызықты өтті деп ойлаймын. Әке шешеміздің енді кішкене жасқанып бала кезде ол кісілердің немесін еткен кезде ар жағында біздің Қарасай деген ауылда атамыз бен апамыз тұратын. Сол ауылға кетіп қап, менен кейінгі інім бар бәріміз. Сол жақта енді тай үйретіп, ат мініп, мысалы бәйгеге шауып деген сияқты басқа да нәрселермен балалық шақтарды өткіздік. Енді ол балалық болғаннан кейін қызықтың әртүрлі болады. Торғай қуалайсың, бұзау мінесің, басқа да қызықтар көрген. Сөйтіп біздің балалық шақтарымыз өткен. Аға, енді өзіңіз бұзықтау болдым, ерке болдым, өзімді еркін ұстадым деп айтып жатырсыз. Жалпы бір бұзықтық жасаған сәтіңіз болды ма? Ұрсылған сәтіңіз бір есте қалған? Жоқ, ондай бұзықтық жасаған кезім болған жоқ. Еш уақытта шылым, ішімдікке әуестік болмаған, әлі де қазірде 50-дің үстіне шықтым, әлі де ол қасиетті ойыма алған жоқпын. Жақсы аға, рахмет. Жалпы енді сіз бала кезіңізде кәсіпкер боламын деп ойладыңыз ба? Ойлаған жоқсыз де. Жалпы енді мен үшін, мен өзім үшін кәсіпкерлердің күні бір қарбаласпен, қауырт жұмыспен өтетін сияқты болып елестейді маған. Бүгінгі күніңіз қалай өтті? Қалай басталды? Бүгінгі күніміз енді ол басталғанда кәсіпкерлікпен енді біз айлансамыз деп ойлаған жоқпыз. Мектепті бітірдік, жақсы үлгілі бітірдік мектепті. Одан армия қатарына барып келдік. Одан онда барып сол Минскіде, сол Белоруссия жері ғой кезіндегі одақтың бір республикасы. Сол жерде командирдің шәкері болып жұмыс атқардым. Одан келдім. Ол жерде болған кезде де мен сол енді осы жерден барған бір қазақтың кішкене қарадомалақ баласы болсам да, сол жерде сыйымдылығында мен әлі айтатын, маған айтты, Гродненің ауыл шаруашылығы институтына түсірейін, тағы да 5 жыл қалуыңызды сізден сұрайын деп. Оған біздің енді бұл жақта өздеріңіз білесіздер, қазақтың ата-анасы сол жақта
қалып қоясыз деген ойлар айтып, бірақ та осында қайтып келіп, мен институт қатарына түстім. Жалпы, енді кәсіпкерлігіңізге, жұмысыңызға тоқталатын болсақ, жалпы кәсіп бастауда сіз үшін қандай дүниелер маңызды деп ойлайсыз? Мысалы, көп адамдар айтып жатады ғой, енді ол қатып қалған қағидада шығар, мүмкін кәсіпті бастау үшін міндетті түрде бір дегенде адамның алғашқы кезінде өзінің ынта жігері болу керек, ниеті болу керек, одан кейін белгілі мөлшерде бір қаражат болу керек деп айтып жатады. Сіз өзіңіз қандай нәрселерді қосар едіңіз? Енді бұл жерде кәсіпкерлік деген басқа еңбектен көріп дараланып тұратын нәрсе ғой, кәсіпкерлік. Адамның өзінің күш-жігерімен қажеттілігін оны білесіздер. Енді бұл жерде Қазақстанда өздеріңіз білесіздер, мемлекеттің де бұл қолдауы мен көмегі көп қазіргі кезде әрине. Енді ол біздің кезімізде болмады, қазіргі кезде қолдауы мен көмегі көп. Енді бизнестің 20-20 бағдарламасы бар. Одан кейін салық кодексіні өзгертулер мен толықтырулар өзгертілді. Салықтың басқа түрлерін жеңілдетіп, кәсіпкерліктен алып тастады. Кезінде кәсіпкерлерді өзіңіз білесіз, көп тексеретін, оған мораторий жариялап қойды. Енді кәсіпкерлікті қазіргі кезде кәсіпкерлікке енді негізі көмектер көп айта кететіндей. Ал енді кәсіпкерлікті енді бастаған себебіміз, біз мысалы 92 жылдары институт бітіріп келсек ауылға, 91 жылдары өзіңіз білесіздер Қазақстанның тәуелсіздігін алды. Сол кезде барлық одақта, барлық совхоз, барлық жерлерде тарау басталды. Мысалы әр жерлерде мысалы магазиндер жабылып жатты, қойларды, ірі қараларды барлығын таратып, жеке-жекеге шығып жатты. Соның бәрі бізге сол кезде көп әсер етті. Мысалы қарап отырсаңыз енді ауылды жерде ол жасырып жабар жоқ, ол шындық дүние, болған нәрсені болғандай айту керек. Алатын шай, алатын тұз, ұн барлығы болмай қалды да, сол кезде бізге енді жоғары білім бітіріп келген адам мамандығымыз бойынша да істесе болатын еді. Көп әсерді сол жағынан мен алдым деп ойлаймын деген мысалы қарап отырсаңыздар. Содан бастап мен уже 93-94-тен бастап 1-2 жыл өз мамандығым бойынша істедім де, жастар комитетінің төрағасы болып, ары қарай уже 95 жылдардан бастап кәсібімді бастадым. Қазір Нұрдана шаруа қожалығының директорысыз, иә? Бұл шаруа қожалығы қашан құрылды? Қандай мақсатта құрылды? Жалпы жеткен жетістіктеріңіз, нәтижесі туралы айтсаңыз. Енді Нұрдана шаруа қожалығы 2000 жылы құрылды. Енді бұл негізінен мен 92-93-терде институт бітіргеннен кейін совхозда енді бұрын істемеген адам, совхоз қараған кезде пәй деген болады, үлес дейді ғой. Үлестер бізге берілмеді. Өйткені біздің әкемізде басқа да адамдар алды. Ал біз нақты өз күшімізбен шыққан адамбыз мысалы. Елдер сол пәйлеріне, үлестеріне баздарды алып жатты, сол үлестеріне малдар алып жатты. Біз таза өзіміздің сол еңбегімізбен бастадық. Мысалы сол қазіргі істеп отырған, қызмет атқарып тұрған өзіміздің сол малдың қораларын барлығын түгелін сол өзіміздің қаражатымызға сатып алып істедік. Қазір енді Құдайға шүкір деп айтамын, 3 жерде 3 қожалығым бар. Осы қаланың қасында бір қожалығым бар. Енді қазақтың 4 түлігі дейді ғой, енді барлық түлікпен айлансам, енді тәуба Аллаға, ең барлығы бар енді. Жалпы ағайын досы, кәсіпкерлік сізге өзіңіз еңбегіңізбен жеттіңіз ғой, жалпы сіздің отбасыңызда, әулетіңізде сізден бұрын осы қожалықпен, шаруашылықпен айналысқан адамдар болды ма? Жоқ, енді ол одақ кезінде таза кәсіпкерлікпен айналыса қойған адамдар болған жоқ. Өйткені менің әкем енді сол совхозда 40 жыл бухгалтер болды, соның 27 жылын бас бухгалтер болды. Өте үлкен Шілекті совхозы, бұрын Тарбағатай ауданына қарасты 3-ші алдын адам шыққан жер ғой, енді оны Шіліктіні бәрінде болды. Сол жерде қызмет атқарды. Ал ол кісінің әкесі ар жағында Қарасай деген бұрынғы айтқанда отделение бөлімше ғой. Сол бөлімшеде тұрды. Ол кісі 55-ші жылдан бастап пенсияға зейнеткерлікке шыққанға дейін ол кісі сол неменедегінің Қарасайда ауылының сатушысы болды. Енді мүмкін сол жағынан да ол кісінің немесе тиген шығар деп ойлаймын. Ықпалы тиген шығар деп ойлаймын. Жақсы аға, рахмет. Жалпы бізде
1 жыл көлемінде әкелер әңгімесі деген айдар жұмыс жасап келе жатыр. Осы күнге дейін біз әр салада қызмет етіп жүрген әкелерден сұхбат алдық. Жалпы бұл айдардың негізгі мақсаты қазіргі қазақ қоғамындағы бала тәрбиесіндегі әкенің рөлін айқындау. Яғни енді қазір көбінесе әкелер жұмыс басты, әкенің мақсаты тек қана отбасын асырау деп айтып жатыр ғой. Сонымен ғана шектеліп қалды. Бала тәрбиесіне көбінесе аналары жауапты деп айтып жатыр. Жалпы енді осы айдарымыздың бірнеше дәстүрлі сұрақтары бар. Соны да өзіңізге қойғым келіп отыр. Жалпы өзіңіздің ойыңызша қазақ отбасындағы, қазақтың бала тәрбиесіндегі әкенің рөлі, маңызы қандай болу керек деп ойлайсыз? Енді ол біздің қазақ ұлтының өзі негізі осы әкеге арқа сүйеген ғой. Мысалы қарап отырсаңыз, әрбір сөзден сол әкенің рөлі қандай екенін білуге болады. Әке деген асқар тау дейді мысалы. Ананың алақаны дейді, әкенің қарағаны дейді. Әкенің бір қараған қабағына бала түсінетіндей болу керек. Ол ұрмау керек, ол соқпау керек, айғайламау керек, әкенің бір қарағаны. Енді ол әрине анаға да байланысты, әкең келе жатыр, осындай әкең шаршап келе жатыр дегендей әкенің рөлін көптеген өмір бақи аналар көтеріп отырған ғой, білдірмей ғана дәрежесін көтеріп отырған. Содан барып әкелердің мысалы. Енді бұл жерде өзіңді қандай әкемін деп айтатын да емес, оны енді көпшілік көрген халық айту керек. Одан кейін артыңдан сол өсірген ұл қыздарының оқығаны, алған білімі, соның бәрі көріп тұрса, әкенің мысалы рөлі қандай болды екен көруге болады. Әкенің жақсы болуы баласынан естіге, балаға берген тәрбиесінен, енді ол әке деген бағбан ғой. Мысалы бала деген қарап отырсаңыздар, енді ол жемісі. Ол жеміске дұрыс қарамасаң, жеміске дұрыс өспейді ғой. Енді ол мысалы. Ал бала деген ең жетпейтін байлықтың бірі ғой. Бала енді оған қарамағанда балаға кімге қарайды? Жалпы енді өзіңіздің әкеңіз, өскен ортаңыз, аға бауырларыңыз туралы айтып берсеңіз. Енді менің әкем жаңада кішкене сізге чет-жағасын айтып кеттім. Сол Тарбағатай ауданы бұрынғы Шелекті ауылының тумасы болған. Бір үйден жалғыз адам болған, ол кісі ұлдан қыздан. Бірақ өте тәрбиелі адам болды, өтірік айтпайтын, өте адал адам болған. 40 жыл сол Шелекті қой совхозында, бұрынша айтқан енді миллионер совхоз болған ол кісі. Ол жерде 10 мың гектар егіндік болған. Бүкіл Тарбағатай ауданының 70%-ның егінін сол біздің Шелекті беріп отыратын. Сол совхоздың бас бухгалтері болып менің әкем қызмет етті. Мен ол әкемен енді жаңа сіз айтып жатсыз, адалдығымен, шыншылдығымен, еңбек құмарлығымен мен мақтанамын, шындықты айтқанда. Енді әкемнің берген тәрбиесін мен әлі де әкеме жете алған жоқпын ба деп ойлаймын, шындықты айтқанда. Өйткені ол кісі де біздің осы спортқа, өнерге жетіп отырғанымыз сол кісінің арқасы. Біз енді анамыздың алтын құрсағынан 9 бала болды. 9 баланың 3-еуі ұл болды да, 6-ауы қыз. Біздің 9-ымыз да жоғары білімді болдық. Әр жерде, әр салада отыр. Бірнеше мұғалімдері бар, мысалы. Енді сол әкеміздің енді сол еңбегі деп ойлаймын. Енді ол кісінің тағы бір үйреткен жері бізде, ол енді көпшілік жерлерде болмайтын, бізде үйде отбасылық оркестр деген болған. Үлкен ағам қазір мұғалім болып істейді, ол кісі баян шертетін, әкем мандарин шертетін, ол кезде мандарин деген көбішкен шертпейтін. Қалғанын отырып домбыра шертетінбіз. Енді бағанда да мен сізге бір сұхбатыңызды айтып кеттім ғой, 6 жасымнан бастап домбыра ойнаған. Ішіндегі ең тәуір шертетін мен болатынды, тағы да қашып, шерткім келмей, ол кісілерге еркелеп, тағы да сойтып баяғы нететін. Енді бірақ айдан келгенде ол әкенің тәрбиесі. Спортта да солай баулады. Бізді алып жүріп, жақын жердегі сол аудан орталығына жолдастық кездесу болады, әрбір совхоздары. Сол жерге апарып, күрес, басқа да спорт түрлері болған кезде өзі алып бізбен бірге жүретін сол әкеміз. Енді әкеміздің тәрбиесіне мен рахметінен басқа ештеңе айтпаймын. Жақсы. Аға, енді өзіңіз, өз балаларыңыз туралы айтсаңыз, өзіңіз енді жаңа
көбірек қызығушылығыңыздың бар екендігін, отбасыңызда, дәулетіңізден сондай қызығушылықтарыңыздың бар екендігін көріп отырмыз. Енді өзіңіздің балаларыңыз туралы айтсаңыз, балаларыңызда қандай өнері бар, жалпы енді қандай салада, қайда жұмыс істеп жатыр, сол туралы. Мен 2 қыз, 1 ұл тәрбиелеп отырмын қазір. Сол енді 2 қызым Назарбаев зияткерлік мектебін бітірді. Екеуі де Назарбаев зияткерлік мектебін үздік бағамен бітірді. Үлкен қызым Назарбаев зияткерлік мектебін бітіргеннен кейін Сүлеймен Демирел университетіне түскен, филология факультетіне. Оны Қызылға бітіріп келіп, Нұрорда мектебінде мұғалім болып орналасты. Одан кейін келгеннен кейін сол магистратураға тапсырып, сол осы облыс бойынша бөлінген гранттың біреуін жеңіп алды. Қазір сол Назарбаев зияткерлік мектебіне документ тапсырып, комиссиядан дайын. Одан кейінгі Инабат деген қызым бар. Шығыс Қазақстан облысындағы университетте оқиды. Ол кісі Назарбаев зияткерлік мектебін Қызылға бітірген. Сол университетте 2 тілде оқиды, ағылшын, неміс тілінде. Президенттік стипендия алады. Құдай қаласа биыл бітіреді 4-ші курсты. Ол кісі де аманшылық болса қызыл дипломға бітіреді деп ойлап отырмыз. Одан кейін біздің енді Жанарыс деген ұлымыз бар. Ол 8-ші класс оқиды. Осында біз келген кезде 4 жаста болатын, уақыт деген өтіп келген. Қазір 8-ші класты 8 жыл мектепті 5-пен бітірді ол баламда. Биыл 9-ші класс оқиды, Құдай қаласа. Спортпен айналысады, ән айтады. Осы енді баланың мақтанышына көрсеткен нәтижесіне әке қуанып отырады ғой, әрине. Енді айтпаса тағы болмайды. Облыстық чемпион болды дзюдо күресінен, ән айтады, мектепте сол барлығы. Менің балаларым сол. Үлкен қызыңыздың есімі Нұрдана. Шаруа қожалығының да есімі Нұрдана деп, соның есімімен атадыңыздар, иә? Ол кісі біз 99-98 жылдары соны қожалықтарды құрып жатқан кезде 2-3 жастағы бала болатын ол кезде. Қалғандар дүниеге келген жоқ. Сондықтан бірінші балама ат берді. Сонымен магазиндердің аты да соған кетіп қалды. Қалғандар ренжімей ме сізге? Енді ренжіген ол кезде олар дүниеге келмеген ғой. Жақсы. Сонымен бірге өсіп келе жатыр дейсіз, иә? Дамып шаруа қожалығыңыз жақсы. Рахмет аға. Жалпы енді біз кітапханаға келген әрбір оқырманымызға, әрбір қонағымызға үнемі осы сұрақтарды қоямыз. Енді кітапхана болғаннан кейін міндетті түрде қойылу керек деп ойлаймыз. Жалпы өзіңіз бала кезден, мектепте жүргенде қандай көркем шығармаларды оқыдыңыз, қай авторларды сүйіп оқыдыңыз? Енді біздің кезімізде қазір енді көбінде телефон көреді, неменеге кіреді, балалар қазір енді айтып жатады ғой, көп кітап оқымайды. Негізі кітап оқу керек, балаларға айтқанда кітап оқу керек. Ол ой өрісті өте кітап жетілдіреді, ойландырады, бәрін кітап оқыған. Кітап өзі бір басқа ғой. Енді ол біздің кезімізде кітапқа өте көңіл болған. Әрбір отбасында үйдің өзінің жекеменшік кітапхана деп әрбір кітаптың бұрышына жазылған, өздерінің бір шкафқа қоятын кітаптары болған сол кезде. Оны оқитынбыз, одан жоқ болса, балалардың библиотекасы болды, үлкендердің библиотекасы болды, мектептің библиотекалары болған барлығы. Сонымен біз мысалы қарап отырсаңыздар, кітапты көп оқыдық. Әкеміз де өте көп оқыды. Ол кезде журнал, жұлдыз дегендер. Енді сіздің сұрағыңызға жауап бере кететіндей, енді Бердібек Соқпақбаевтың ой қалмаса қалай болады енді. Менің атым Қожа бала кезде оқыдық мысалы. Енді ол кезде біз Алпамыс жырын оқыдық мысалы, қарап отырсаңыздар жас кезде. Қыз жібек Төлегеннің киносын көріп, соның мысалы кітабын оқып өстік. Енді ертегілерде енді балаларымызға да мамасы да, әке, шешесі де бізде көп айттық. Енді қазіргі уақытта енді немерелерімізге айтамыз деп ойлаймыз енді. Аға, сізге бір сұрақ келген екен. Сіз кәсіпкер ретінде демеушілік көрсетіп тұрасыздар. Жалпы енді өзіңіз спонсор болып. Бұл сұрақ өте жақсы. Негізі кәсіпкер болғаннан кейін демеушілік көрсету керек. Енді ол кәсіпкердің де кәсіпкері бар. Мысалы қанша бар болса да, асып тасып жатса да демеуші болмайтын кәсіпкерлер бар. Енді ол нақты айта кететіндей, мен 10 жылдай болды қалаға көшіп келгелі.
негізгі кәсіпті бәріне сол жаңағы айтқан өзіміздің Зайсан ауданындағы Шілікті ауылынан бастадым ғой. Енді ол кәсіпке біз демеушілікті өте көп жасадық. Бүкіл мысалы бәйге болған кезде сол ауылдан біздің Шіліктінің аттары өмір бақи алдыңғы қатарда келіп жүрген аттар болатын. Оларды жеткізіп беру аудан орталығына бәрі біздің мойнымызда болды. Одан кейін осыдан Ұлы Отан соғысының 50 жылдығы, 55 жылдығына турнирлер өткіздік. Өте үлкен турнирлер өткіздік. Республика деңгейінде Хамит Балшабековтің асын бергізіп, сол кісінің атынан волейболдан күрестен жарыстар өткіздік. Шілекті ауылының құрылғанына 80 жылдығына үлкен ас беріп, оны да осы біз ұйымдастыруымызбен өткізді. Енді айта берсе ол жетпейді, оны Шілікті халқы барлығы біледі. Ол шындық нәрсе де, адам нәрсе. Жақсы аға, сұхбатымыз аз уақытқа болса да енді өте мағыналы, жақсы еркін сұхбат болды деп айта аламын. Бүгінгі сұхбатқа келгеніңізге, алтын уақытыңызды бөлгеніңізге көп рахмет айтамыз. Жалпы енді сөз соңында өзіңіздің артыңыздан ерген, кәсіп бастауды ойлап жүрген жастарға, жас кәсіпкерлерге қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Кәсіпкерліктің белгілі бір критерийлері болуы мүмкін. Қандай кеңес айтып, қандай жол көрсетер едіңіз? Енді бұрынғы кездегі емес, қазіргі жасайын деген жас кәсіпкерлерге жағдайда бар ғой. Ол үшін ең бірінші оқу керек. Білімсіз ештеңе болмайды. Содан кейін ақпараттан құр қалмау керек. Ақпаратты. Одан кейін нарыққа еру керек, белсенді болу керек. Алдыға қарай ұмтылып, мынау шықса шығар, мынау шықпаса шықпайды деген оймен әр уақытта өжет бастау керек әр нәрсені. Соны айта аламын мысалы жастарға. Енді қалған жастар өзі қазір мысалы ақпарат көздері бар ғой, әр нәрсені бастайтын, барлығын оқып алады деп ойлаймын. Бірақ та сол бастағаннан кейін енді бұл кәсіпкерліктің жолы өте ауыр жол. Бұған өте шыдамдылық керек. Шыдамдылық керек. Ол шыдамдылық болмай ештеме болмайды. Одан кейін мен болдым екен, барлығы қаражат болды екен деп асып тасып кетпеу керек тағы да. Біздің жастарымыз көбінде соған кетіп қалады. Қаржы көбейіп, мысалы, жағдайы жақсарып, басқа да нәрселер болғаннан кейін, олар көп жақта кішкене өзгеріске ұшырайды, мысалы. Енді ол жасырып жауап жоқ, кішкене кеуделер көтерілді, басқа да, мысалы. Сондықтан қарапайым болу керек, әр уақытта, қай уақытта болса да. Одан кейін оқу керек, іздену керек, ақпараттан қалмау керек жастар. Айтарым сол. Жақсы аға, көп рахмет тағы да. Енді біздің кітапханамызда өзіңізді, балаларыңызды жиі көріп тұрамыз деген ниетіміз бар. Балаңызды біздің кітапханаға жіберіп тұрыңыз. Бізде кітаптар өте көп. Қазір енді 9-шы сынып оқиды дейсіз ғой. Алдағы уақытта өзінің өміріне, өзінің оқуына керекті кітаптарды, керекті дүниелерді біздің кітапханамыздан таба алады. Ендеше көп рахмет. Сұхбатымызды аяқтайық. Рахмет, сіздерге де рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Балаларыңыз көп болсын, оқырмандарыңыз көп болсын осы жерде. Аман болыңыздар.